Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін осындай жұмсақ әп-әдемі булочкалардың рецептімен бөлісетін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Толық рецепті описанияға жазып қойдым. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстінен ашытқымызды саламыз. Одан соң үстінен қантымызды қосамыз. Тұз және жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, онда жақсылап араластырамыз. Алдын ала еленген ұнымызды 2 немесе 3-ке бөліп салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Описанияда жазылған рецептпен жасаңыздар. Біздің қамырымыз осында жұмсақ болып шығуы керек. Сонда булочкаларымызда әп-әдемі жұмсақ болып шығатын болады. Бетін пакетпен жауып, 2 сағатқа тындыруға қойып қоямыз. Екі сағат өткеннен кейін осындай біздің қамырымыз көтеріліп шығатын болады. Оны жақсылап қолымызбен бір қайтара илеп, таразының көмегімен 70-80 грамдай етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Таразы болмаған жағдайда өздеріңіз көз мөлшерімен осындай жуалыларға бөліп, пергамент қағаз төселген листімізге салып, бетін пакетпен немесе сүлгімен жауып, 20 минутқа тындыруға қоямыз. 20 минуттан кейін алып, қақпақтың және пышақтың көмегімен осы видеода көрсетілгендей кесіп аламыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, өте оңай жасалу жолы. Енді кесілгеннен кейін гүлдің формасында 2 шетін осылай қысып шығамыз. Сіздерге тағы да түсінікті болу үшін тағы бір рет көрсететін болам. Видеоны мұқият қараңыздар. Барлық булочкаларымызды осы гүл сияқты етіп түйіп алып, листімізге құйып, бетін пакетпен жауып, 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Булочкаларымыз өте әдемі болып көтеріліп шығады, және де оның ішіне мен варенье қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша творог немесе вареный сгущенка қолдансаңыздар болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын сүртіп, үстінен күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Әрине өз қалауларыңыз. Алдағы уақытта көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар, және де комментарийда өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкаларымыз өте әдемі, жұмсақ болып көтеріліп пісіп шығады. Сіздерге видео рецептім пайдалы болған болса, лайк басып, комментарийда өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ораза қабыл болсын.